Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен шашлык самсасының рецептімен бөлісемін. Дастарханның көркін ашатын осындай шашлык самсасы. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Алдымен пиязымызды турап аламыз, майдалап. Piyazımız dayım oldu. Енді бөлек ыдысқа алып қоямыз да картопымызды тураймыз. Картопымызды да майдалап төртпіштілеп турап аламыз. Kartopumuz da dayım oldu. Енді farşımızın üstüne барлық спецтерді қосып, тұз, паприка, қара бұрыш және сұйық май қосамыз. Сонда кішкене майлы болып дәмді болады. Мен дайын қамыр ала салдым, слоеный тесто. Сонымен жасап жатырмын. Илеп жасасаңыздар да болады тестосын. Осылай айналдырып түйесіздер. Сонда осындай шарик сияқты болып шығады. Енді шпажкамызға саламыз. Мен 3-3-тен салдым. Енді сары жұмыртқаның уызын жағамыз. Барлығына жағып шығамыз кесечканың көмегімен осылай. Жағып болдық. Енді әдемілікке мак себеміз бетіне. Енді күнжут себеміз бетіне. Пісіріп алдық, мына дайын болды. Дастарханның көркін ашатын шашлык самсасы өте керемет, жұмсақ, дәмді болып шықты. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.